Еңлік кебек ескерткіші Абай облысы Абай ауданында орналасқан. Ескерткішке жергілікті халық шеберлері өңдеген қызыл, сұры, ақшыл граниттер пайдаланылған. Ескерткіш маңдайшасында еңлік кебек деген әдемі есім әдемілеп жазылған. Еңлік кебек екі жастың махаббатын жүретін хикая ең алғаш рет 18 ғасырда халық арасына кең тарала бастаған. Алғашқы жазба дерек 1892 жылы Дала уылаяты газетінде қазақтардың естерінен кетпей жүрген бір сөз деген атпен жарық көрген. Еңлік кебек дастанының екі нұсқасы халық арасында кең тараған. Бірінші нұсқасы 1912 жылы Семейдегі Жәрдем баспасынан Абай Құнанбайұлының нұсқаулығымен Шәкәрім Құдайбердіұлы жазып шыққан «Жолсыз жаза яки кез болған іс» деген шығарма. Екіншісі Мағауия Құнанбайұлы жазған Еңлік кебек дастаны. Шәкәрім нұсқасы 1988 жылы қайтадан басылып шығады. Ол 652 жолдан тұрады. Мұхтар Әуезовтің жеке кітапханасында сақталған Мағауия Абайұлының Еңлік кебек дастаны 1941 жылы Қаймұхаметқанов жинақтап 1960 жылы баспадан шығады. Осы дастанның негізінде Мұхтар Әуезов Еңлік кебек трагедиясын жазып шығады.